Бейжіңде тұңғыш рет төл спортымыз тоғызқұмалақтан жарыс өтті. Бұл шара Қазақ хандығының 550 жылдығына арналды. Жарысқа 150-ден астам спортшы қатысты. Қазақстаннан барған бас жаттықтырушы Айнұр Жақыпбаева мен Үрімжідегі тоғызқұмалақ қауымдастығының директоры Шынар Қапан жарысқа төрелік етті. Сондай қазақстандық мамандар Бейжің ұлттар университетінде осы ойынды кеңінен таныстырып, әдіс-тәсілдері мен ойнау жолдарын түсіндірді. Жалпы тоғызқұмалақ соңғы жылдары жақсы дамып келеді. Дүниежүзілік федерация құрылып, 3 мәрте әлем біріншілігі өткен. Соңғы рет өткен әлем чемпионатына 25 ел қатысты. Австралиядан басқа барлық құрлықта қазақтың төл спортын біледі. iGame деп аталатын зияткерлік ойындар сайтында тоғызқұмалақ ең көп ойналған тізімде тұр. Қытай Халық Республикасында Шыңжаң өлкесінде тоғызқұмалақ біраз мектептердің бағдарламасына кіріп отыр қазір. Сол себептен де қазір Шыңжаң өлкесінде тоғызқұмалақ қауымдастығы тіркелу үстінде және келесі жылғы Азия біріншілігі Қытай мемлекетінде өтеді деп күтілуде. Соған қазір дайындық жұмысы жүру үстінде.